Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 140 пен 2-нің көбейтіндісі, 280 мен 2-нің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Бүгінгі сабақ мақсаты: бөліндінің бір разрядынан 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдануды үйренесің. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі ай күнді жазайық. 1 сәуір сынып жұмысы. Балалар, дәптерге жазғанда жазу ережесін сақтаймыз. Ай күнді жазбас бұрын 9 торкөз санап, ортаға қарай нүкте қойып жаза қойыңыздар. Келесі есептерді жазғанда дәптердің сол жақ шетінен 2 торкөзден қалдырып отырамыз. Олай болса, жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қарастырайық. 230-ды 2-ге көбейтуді орындап. Бірінші көбейткіш 230, бұл 23 ондық. Екінші көбейткіш 2, оны ондықтың астына жазасың. Ондықтарды көбейтесің, 3-ті 2-ге көбейткенде 6 болады. 6-ны ондықтардың астына жазасың. Жүздіктерді көбейтесің, 2-ні 2-ге көбейткенде 4 болады. 4-ті жүздіктерге жазасың. Бірлігіне 0-ді түсір, жауабы 460. 460-ты 2-ге бөлуді орындап. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтайсың. 400-дік 2-ге бөлінеді. Ендеше бөліндінің мәні 3 цифрдан тұрады. 3 нүкте қоясың. 4 бөлу 2 тең 2. 2-ні бөліндінің мәніне жазасың. Тексер, 2-ні 2-ге көбейткенде 4 болады. 4-тен 4 азайтсаң 0 болады. 0-ді жазбайсың, 6-ны түсір. 6 бөлу 2 тең 3. 3-ті бөліндінің мәніне жазасың. Тексер, 3-ті 2-ге көбейткенде 6 болады. 6-дан 6-ны азайтсаң 0 болады. 0-ді жазбайсың. Бөлінгіште 0 қалады. 0 бөлу 2 тең 0 болғандықтан бөліндінің мәніне 0-ді жазасың. Жауабын оқы, 230. Сонымен 460-ты 2-ге бөлсең 230 шығады. Бейне жазба бойынша номер 3-ші тапсырманы орындаймыз. 5-ші бетте. Оқулығымыздың 5-ші бетін ашайық. Баған түрінде жазып, түсіндіре отырып есепте. Дұрыстығын тексер. Сіздерге бірнеше өрнектер берілген. Баған түрінде жазып, шығарасыздар және қасына дұрыстығын тексеру керексіздер. Көбейту болса бөлу амалымен, бөлу болса көбейту амалымен тексеретінімізді еске түсірейік. Номер 4-ші тапсырмада асында дәл осылай өрнектерді баған түрінде жазып есептейсіздер, ал әсінде көбейту мен бөлуге ұқсас бір мысалдан жазасыздар. Баған түрінде жазып, оны дұрыстығын тексересіздер. Сонда номер 4-дің әсінде сіздерде 4 өрнек баған түрінде шығарылу керек. Номер 5-ші тапсырмада теңдеулерді шешесіздер. Құрылымы күрделі теңдеулер еске түсіріп, теңдеуді дұрыстап алгоритм бойынша есептеп шығара қойыңыздар. Үйге тапсырма номер 10-ші тапсырма 6-ші бетте. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.